Әпуайы ауыл қызы Айымхан Шамратованың үлкен сахнаға кіріп келуіне дәстепкі драматург һәм режиссер Әбдіраман Өтеп себепші болған еді. Işıgüller solup gitti aşımay. Айымхан Шамратова аял қызларының қосық айтып сахнаға шығуы қатты күнә есепланған сол жыллары бұл өнерге батылдық пенен қадем қойды. Арман менен өтті небір жананлар, келдәуекел хақ ниетке берді қол. Қарапайым қарақалпақ шаңарағынан шыққан Айымханның бұл батылдығы басқа да қыз келіншектерге үлгі болды. Олар дәстепкі түзілген театр дөңгелегіне өз ынталарымен жәмлесіп, ауыл аралап ойын көрсетті. Спектакльдер қойды. Жас талантлардың көркем өнерге деген ықыласы қыстың қаһаман суығын пісентетпес. Арба үстінде пьесалар жазылып, кеште сахнаға шығады. Олар міне осылайынша халық арасында ағартушылық істерін алып барды. Жүзі құл болғанша үйсіз дүнияда, бір күн азат жүрген оннан зияда. Мәнзілге жетсек деп аю пияда, кетәуекел хақ ниетке берді қол. Қысқа уақыт ішінде Айымхан елге танылып үлгерді. Оны хәтті республикадан тысқарыда кең жәмиетшілік дүрлеген қолшапатлаулар менен күтіп алды. Айымхан Шамратова бірнеше ондаған жылдар давамында Қарақалпақ әдебиеті һәм көркем өнерінің Ташкентте, Москвада, Әзербайжанда, Тәжікстанда, Түркменстанда өткерілген 10 күндіктерінде қатынасып, Қарақалпақ көркем өнерін миллионлар аудиториясында жаңғыртты. Айымхан апаға дүретушілік тағдиры күліп бақты. Оған қошауаз қосықшы болуменен бірге театр сахнасында гә комедиялық, гә драмалық, гә трагедиялық рөлдер ойнау бақты несіп етті. Өз өмірінің 60 жылға жақынын сахнада өткерген Айымхан апа көркем өнер тарауындағы пидайлықтың хақиқи үлгісі болды. Мен Айымхан апаның шәкірті ретінде мен театрға 44-ші жылы келдім. Мен келіп әуелі танысыда ойнады, кейіннен әйтеуір сол даусың жақсы екен деп мені пьесаларда ойнап басладым. Сол уақытта Айымхан апаменен бірге концертлерге барсақ, бірге қосық айтып, қапталына қалдырмай сондай бір ақ көкірек апа еді. Шәкіртім деп ұсыттап өлгенге дейін сол барыс келіс қылып жүрдік мінекей. Сүйіклі шайырымыз Ибраим Юсупов оның көркем өнер тарауындағы өзіншелік қызметлерін былай тарифлеген еді. Өнер кілтін салып ілгір зейінге, қайбарланып еш айланбай кейінге, орайпекті қағып таслап иінге, сілкініп сахнаға шықтың Айымхан.
Айымхан апа өз тәжірибесін жастарға үйретер екен. Келешекте Қарақалпақ сахна шеберлері жаратқан образлардың дүниялық көлемде танылуын әрман етіп жасады. Лекін оның тұрмысы жеңіл кешіп еді. Өмір жолдасынан ерте айра түскен Айымхан және де ғайбарлық пенен жең сыбанып, һәм сахнаны, һәм қожалықты тербетуге мүмкіншілік таба білді. Айымхан Шамратова бұл біздің сахна өнеріміздің ең бірінші таңбілі десек болады. Сахна өнерінің дәслекті таң жұлдыздары болған міне Өзбекте Ғалима Насирова, Қазақта Күлеш Байсейітова, Қырғызда Кизбаева, міне ұшсаған талантшылармен бірге бір қауымдас болды. Айымханның ондай сахнаға аял қызларында Қарақалпақтың бірінші болып шығуы, һәм бүкіл халыққа танылуы, бұл біздің көркем өнер майданындағы аял қызлардың ешқайсысында болмаған уақиға. 30-шы жылдары Қарақалпақ сахнасында аял қызлардың шығуы жүре қиын еді. Сол уақытларда Айымхан бірінші болып біздің аял қызларымыздың ішінен шығып, сахнада бүткіл елге, халыққа танылды. Бұл көп үлкен қиыншылықтармен болды. Осы қиыншылықтарды жеңіп, сондай бүткілдей күресшілермен Айымхан Айымхан Шамратова тек сахна шебері болып қана қалмай, ол белгілі жәмиеттік іскер сипатында да елге танылды. Ол бірнеше мәртебе республикалық һәм қалалық кеңестерге депутат болып сайланды. Оның 70 жылдық тойы сол ұшында әрбір көркем өнер иесінің һәм оның барша ықыласменділерінің өз қуанышларына айланып кетті. Айымхан апа Қарақалпақ көркем өнерінің сұлтаны еді. Оннан бізге көз алдымызда мөрленіп қалған жарқын образлар. Ол аттарған қош ауаз қосықлар,
Alış жақын өтмішті еслете тұғын тарихи суреттер һәм ол сахнаға киген киімдер ұмытылмас мирас болып қалды. Қосықшының кішкене қызы Айымгүл Шамратова бұл алтын мирасты бүгінгі әулет қалбіне жеткізуде қызмет етпекте. Біздің музейіміз белгілі шайыр, драматург, прозаик, мемлекеттік іскер Амет Шамуратов һәм оның зайыбы, халық артисткасы анамыз Айымхан Шамуратованың өмірі үйретушілік қызметлеріне арналған. Шамуратовлардың музейі 1999 жылы октябрь айынан басылап, жәмиетшілікке өзінің есігін ашты. Bizim maqsadımız bu anamızın, әкеміздің, анамыздың басып өткен өмірін жастарға үлгі болсын деп шөлкемелестірдік бұл қызлары. Енді әзір жақсы істеп келатырыпты 7-8 жылдан бері. Енді экспонат залларымыз 3 залдан құрайды. Ішінде жеке меншік затлары, өзлерінің ұстап тұтқан затлары, сахнаға киген костюмлары анамыздың, қолжазбалары, кітаплары, көп ұшырасулар болады ветеранларменен, әртістерменен, жазушыларменен. Неге неше жылдан бері анамыздың өмірі музейде мысалы баянат етіп жатырмыз, затларын көрсетіп жатырмыз. Мен ойлаймын, неге қарапайым қаны көлде туылған Айымханның жұлдызы 20-ші ғасырда бәрі жарқырап тұрады. Ол неге неше жылдан бері қайтыс болса да, сол жұлдыз сөнбейді, һәм бәрі неге жастарға, неге өзінің балаларына, һәм көп келешектегі жастарға бір үлгі бола ма деп ойлаймын. Музей тек қана қосықшының өтмішін естететұғын экспонатларынан ібірат болып қалмай, ол бүгінгі жастар үшін тұрмыс мектебі қызметінде атқармақта. Тігу цехында жас өспірімлер милли киімлер тігу әдісін үйренсе, тіл үйрену классында балалар әр күні шет тілдерін өзестіруменен машғұл. Әсіресе Айымхан апай рөл ойнауға жүдә қадал еді. Нәрсе қалдырмай кеміссіз етіп ойнаған тәуір көретін еді. Біздер, маған бір ұнаған жері, Талғас деген пьесада қадым қатық сататын қатынды ойнайды. Қатық сататын қатынды ойнағанда бұл өзіне пардоз бермес. Ау, көшедегі қатық сататын қатынның не пардозы болсын? Ешқандай боянбай отырсын деген әсіресе сахнаның алды бетіне шығып тұрып, ана күзенің аузын қолымен сыпырып тұрып жалаған уақытта залдағылар қырағын күлкі болды ғой. Ана жер ана дегенде бірге ойнадық. Бай, Толғанай дегенде жердің анасы, елдің анасы, халықтың анасы. Сол Толғанай рөлін ойнағанда, жаңа айттым ғой, жаны ашып ойнайды ғой еді, шын жүректен. Соның ұшында өзі есаплы ғана адамдар ойнаған ғой оны. Айымхан Шамратованың ұзақ жыллық дөретушілік қызметлері 20-ші ғасыр Қарақалпақ көркемөнері тарихына алтын әріптерменен жазылып қалды.